Топ 5 зомби туралы фильмдер. 5-ші орында Тепло наших тел фильмі. Бұл тізімді кішкене мелатадан бастайық. Зомбилер тек қана адам жеуді біледі десеңіздер қателесесіздер. Мына жерде басты кейіпкер кәдімгідей ғашық болып қалған зомби. Былайынша айтқанда зомби мелодрама. Екінші половинкаңызбен көрсеңіз болады. Необычный вайб. Қыздарға точно ұнайды. 4-ші орында репортаж фильмі. Ал мұнда уже шутки кончились. Таза хоррор, вид от первого лица. Камерамен бірге үйдің ішінде қамалып қалғандай күй кешесің. Шынайылығы соншалық, түнде жалғыз көруге духың жетпеуі мүмкін. Көріп отырып, өз бөлмеңнен бір зомби шығатындай қорқасың ғой. 3-ші орында Добро пожаловать в Зомбиленд фильмі. Егер қорқыныш пен күлкіден коктейль ішкің келсе, бұл сенің таңдауың. Зомби апокалипсис кезінде қалай аман қалу керек екендігін көрсететін өте көңілді фильм. Эмма Стоун мен Вуди Харрельсонның дуэті просто от қой, юмор на высоте. 2-ші орында Поезд в Пусан фильмі. Кәрістер бұл жанрды жаңа деңгейге шығарды. Поезд, жабық кеңістік және де тоқтамайтын экшн. Тек қана қантөгіс қана емес, соңында жылап жіберетіндей драма да бар. Меніңше бұл фильмді көрмеген адам жоқ шығар. Ал егер де көрсеңіздер, міндетті түрде қайталап көріңіздер. 1-ші орында Война миров Z фильмі. Міне нағыз масштаб. Брэд Питт әлемді құтқарып жүр. Ал мұндағы зомбилар жай ғана жүрмейді. Кәдімгідей цунами сияқты лап береді. Графикасы, динамикасы бешеный. Зомби тақырыбындағы ең қымбат әрі ең сапалы фильм деп нақты сеніммен айта аламын. Сендерге қайсысы ұнады, немесе тағы қандай фильм қосу керек? Комментарийға жазып кет, талқылайық.